Тұрсынбек екінші әйелімен тұрып жатыр. Мөлдір Мұханова желідегі қауесеттерге жауап қатты. Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жары Мөлдір Мұханова әлеуметтік желіде тарап кеткен жеке өміріне қатысты сұрақтарға алғаш рет жауап берді. Соңғы кездері шоу-бизнес өкілдерінің қатарынан сирек көрінетін ерлі-зайыптылар ел арасында түрлі сыбысқа себеп болды. Желі қолданушылары ажырасып кетіпті. Тұрсынбек екінші әйелімен тұрып жатыр екен. Мөлдір неге жалғыз жүреді? Баяғы бақсыларға ұқсап кеткен деген сынды пікірлерді жаудырып жатыр. Алайда Мөлдір Мұханова бұл әңгімелерге жауап беріп жатпаса да, кей пікірлерге астарлы жауап қайтарды. Мәселен, бір қолданушы әйел ашуланса құлпырады деп жазғанда, Мөлдір оған қысқа ғана "ол рас" деп жауап берді. Құрметті көрермендер, Мөлдір Мұханованың қысқа бірақ нұсқа жауабы көп сөздің қажеті жоқ екенін дәлелдегендей, әйел ашуланса құлпырады деген пікірге "ол рас" деп жауап берген екен. Осы жауабы арқылы ол ішкі батылдығын, рухани серпілісін әрі өз-өзіне келіп жатқанын байқатты. Адам кейде көп сөйлемей-ақ өзін таныта алады. Бұл дәл сондай сәт сияқты. Желіде тараған әртүрлі әңгімелерге қарамастан, Мөлдірдің өз қадірін сақтап, әдепті үнсіздікпен, астарлы жауаппен шектелуі нағыз сабырлы әйелдің, ақылды тұлғаның әрекеті. Оның бұл мінезі көптеген нәзік жандарға үлгі болады деп сенемін. Сырттай тон пішпей, әр адамның ішкі күресіне, тыныштықты қалайтынына құрметпен қарай білейік. Мөлдірге тек жақсылық тілеймін, шығармашылық шабыт және жан тыныштығын тілеймін. Тыныштықтың дауысы кейде ең қатты естілетінін де ұмытпау керек.